Қазығұрт ауданында таңқурай өсіруді кәсіп еткен жергілікті диқандар жылына 2-3 өнім алу әдісін мықтап қолға алған. Сондай-ақ аймақта өсімдік майын өндіру ісі де қарқынды. Өндіріс қуаттылығы жылына 1000 тонна өнімді құрайтын цех Қытай Халық Республикасына мақсары майын экспорттайды. Кәсіпорын мақта майын да өндіреді. Бұл туралы облыс әкімінің аймаққа жасаған сапарында айтылды. Өмірзақ Шөкеев алдымен Қазығұрт ауданы Дінмұхамед Қонаев көшесінің бойындағы абаттандыру жұмыстарымен танысты. Ауыл ел бесігі арнайы бағдарламасы аясында мемлекеттік рәміздер және рухани жаңғыру аллеяларының құрылысы 2 ай ішінде толығымен аяқталып, ел игілігіне тапсырылған. Мұнан соң Түркістан облысының әкімі жөндеуден өткен орталық стадионда болды. Осыдан жарты ғасыр бұрын салынған спорт алаңы осы уақыт ішінде алғаш рет күрделі жөндеуден өткен. Қазір жаңа тыныс бітіп, жасөспірімдерді қабылдауға дайын. Стадионда 28 балалар тобы спортпен айналысады. Келесі нысан Қызылқия ауыл округіндегі Амангелді шаруа қожалығы. Диқандар тамшылатып суару әдісін қолданып, бау-бақша баптау кәсібімен айналысады. Жоғары сұрыпты алма, шабдалы, шие, алхор, өрік және алмұрт жүзім өсіреді. Шаруа қожалық қоймасында 2000 тонна жеміс-жидек сақтауға болады. Аймақ басшысы Шарбұлақ ауыл округіне қарасты Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігін аралап көрді. Қожалық егін егіп, мал бордақылау кәсібімен айналысады. 10 000 бас уақ мал бордақылау кешенін жарты жылда 150 000 тоннадан астам ет экспортталған. Мал шаруашылығын дамыту үшін бірінші кезекте ветеринария саласын қолға алу керек. Бұл мәселені дұрыс жолға қоя алмасақ, ет экспорты туралы айтуда әбестік. Бізде ет өнімдерінің, оның ішінде сиыр еті мен қой етінің сыртқы саудадағы потенциалы өте жоғары. Дегенмен алдымен ішкі нарықты қамтамасыз ету жағын алға қою керек, деді Өмірзақ Естайұлы шаруалармен кездесу кезінде. Қазығұрт ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.